Баршаларыңызға қайырлы күн. Қызылордада бұрын-соңды болмаған, жылына бір-ақ рет жауатын қар жауды. Жаңа жылда жаумаса да, әйтеуір қыстың осы январь айында жауғанына рахмет деп балдарды далаға шығардық. Үйде отырып болса да ауырады ғой. Далаға таза ауаға шығыңдар деп бір мезгіл шығарып, қарға ойнатып қайтқан жайымыз бар. Далаға шығарып ап, үйге кірмейміз деп жылайды ғой енді. Осылай балдардың барлығын шанамен жарты сағаттай кәрсетіп қайттық. Одан қар жедік, мұз жедік. Андай шипырдың төбесіне салбырап тұратын мұздар болады ғой. Соны жедік. Барлығымыз фотосессия жасадық. Мына екеуі жерге жүреміз дейді ғой. Ол қаяқта құлап қалады екеуі деген. Қарға қолдарымен түсіп, мұздай қолдарына қарап қояды ғой еще. Осылай фотосессия жасап үйге кірдік. Дарын мен Аянаның алғашқы қарлары. Онша жабыспайды екен, қалай жасайық деп ойлап едік. Мынау менің шалабайым. Жүрем дейді ғой екеуі. Осылайна ойнатып, үйге кіргізіп, ұйықтаттық. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Маған тіркеліп, қолдап, пікір қалдырып кетіңіздер. Менің арнамда басқа да қызықты оқиғаларды тамашалай аласыздар.